Қаламыздағы жазғы саябақтардың ішіндегі ең көлемдісі орталық саябақ болып табылады. Орталық саябақ қаланың дәл ортасында орналасқандықтан бұл жерде тұрғындар көп жүреді және таза ауамен демалуға саябаққа келеді. Осы саябақтың дәл ортасында су бұрқақтар орналасқан болатын. Алайда бұл су бұрқақтар қазіргі уақытта жұмыс жасамайды. Ал тұрғындар осы су бұрқақтың қосылатын уақытын асыға күтуде екенін жеткізді. Фонтан деп отырсыздар, фонтан обязательно керек. Халық үшін, халық жағдайға халыққа жасап жатыр ғой бәрі. Жағдайымыз фонтан ағып тұрса, самал жел соғып тұрса, жақсы ғой. Халыққа да жақсы, өтіп бара жатқан адамға жақсы. Бұрын біздің кезімізде мына жерде газированный вода сататын болатын, каменелер, 4-5 тонна автоматтар болатын. Ана жерде тұрды 2 автомат, мына жерде 2 автомат тұратын, газированный. Ол кезде біз қазір пепси-кола жоқ еді. Соны басы күштейін саламыз, басы қаламыз, суық су ішетімізді. Морозный лавкалар болды, көп тұратын постоянно осы жерде. Ойнымларда Ленинский парк болды, жастар кешке таман таныс площадка болатын. Жас жігіттер, студенттер енді сол жерге билейтінбіз енді. Жақсы қазір, жағдайы жақсы Ленинский парктың енді. Енді көбірек кішкене тағы да бірдемелер қоссаңыз, фонтанды қосып қойсаңыздар, вообще күшті болар еді енді. Мен ойлаймын, орталыққа мына фонтан болса, мына шәкәрімді мына жерден гөрі үлкен ірі өзінің шәкәрім көшесінің бойына қойғаны жөн деп ойлаймын. Қалада көп фонтандарды кеше осы 2-3 күн болды, ашып жатыр екен. Енді қаланың дәл ортасында мына паркта болғаны жөн еді. Ертеректе бұрын болатын осы жерде фонтан. Қазір енді жоқ. Болғаны жөн еді. Қаламызда түрлі су бұрқақтар бар. Солардың бірі жақында іске қосылған орталық алаңдағы ең үлкен су бұрқақтардың бірі қайта іске қосылды. Фонтанның сыйымдылығы 1200 текше метр су, ал су бұрқақтың диаметрі 30 метр, тостағанның биіктігі 8 метрді құрайды. Су астында жарық диодта 280 шам орнатылған. Су қысымымен 18 метрге дейін жоғары көтеріледі. Су бұрқақтың төрт жағында музыкалық құрылғылар орналасқан. 5 түске боялатын су классикалық танымал туындылардың сүйемелдеуімен тұрғындарға ерекше композициялар ұсынады. Сонымен қатар қаладағы ең әдемі су бұрқақтардың бірі Қарағайлы ықшамауданында орналасқан. Сіз келіп келе жатырмын. Ана жерде фонтан дауыс шыққан секілді болды, бірақ қарасам жоқ фонтан. Мына ішінде егер фонтан сарқырап ағып тұрса, кішкене салқындау болар ма еді. Біздің кемшілігі сол. Одан басқа енді шет-шетін аралап көрген жоқпын, егер көрсем біліп айтар едім. Болды, басқа. Негізі былай ойыңыздан шығады? Енді ортаға кіріп келген кезде ойымнан шығады. Маған қазір шықпаған, дәл мына қорғаныс болып тұрған жер мына, осы жерден фонтан бұрқырап тұрса, мысалы, су бүркемесі. Онда кішкене әсер басқа болар ма еді, жердің салқындығына басқа бәр нәрсеге әлем көрінер еді ғой. Орталық саябақтағы қазіргі уақытта ең кемшіл тұсы осы су бұрқақтың жоқтығы болып тұр дейді тұрғындар. Тұрғындар алдағы уақытта су бұрқақтар іске қосылады деген үмітте. Алайда орталық саябақта демалуға келген халыққа барлық жағдай жасалған. Еркен Азайтқожа, Әлібек Қауысбек, Варлен Саков, ТВК Алты телеарнасы.